Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 5 сынып оқушыларына қазақ тілі пәні бойынша 11 тақырыпты өтетін боламыз. Оқушылар, ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Келесі сабақты жіберіп алмаңыз. Оқушылар, бүгін біз қара шаңырақ деген тақырыппен танысамыз. Үндестік заңы. Біз бұл сабақта үндестік заңы, буын үндестігі және оның заңдылықтары, қара шаңырақ ұғымы және оның маңызы туралы білетін боламыз. Бірінші тапсырма, мәтінді түсініп оқыңдар. Қазақта кенже ұлға мұра болып қалатын әкенің үйі қасиетті қара шаңырақ, үлкен үй деп аталады. Бұл үй әкесі тірі кезінде де қайтыс болған соң да қара шаңырақ атала береді. Халқына беделді, сыйлы, құрметті адамдардың қара шаңырағын оның ел жұрты қанша уақыт өтсе де киелі деп санаған. Отбасынан қыз бала ұзатылып, үлкен ұл үйленіп, бөлек шығып кеткен соң, кенже ұлға қара шаңырақпен бірге әке шешені бағып қағу, күту міндеті де жүктеледі. Сондай-ақ осы кенже ұлға тиесілі болған қара шаңырақты басқа ұлдары кенже ұлдың үйі емес, әке шаңырағы деп есептеп, сый құрметпен қарайды. Оны өздеріне тірек, медет тұтады. Сондықтан қазақы ортада ас беру, соғым басына шақыру сияқты әдет-ғұрыптарды атқаруда алдымен қара шаңырақ ескеріледі. Қара шаңырақтың кенже ұлға мұрагерлікке қалдырылу салты сонау сақ үйсін ғұндар заманынан бастау алады. Шаңырақ киіз үйдің төбесіндегі дөңгелек шеңбер, ауыспалы мағынасы адамның тұратын үйі, ауыспалы мағынасы отбасы жанұя, медет тұту, сүйеніш көру, тірек, демеу ету. Арамен берілген сөздердің мағынасын көрсетіңдер. Шаңырағың берік болсын, мықты, ұлды ұяға қызды ұяға қондыру, үйлендіру, тұрмысқа ұзату. Кенже ұлға қалған үй үлкен үй деп аталады, әке тұрған үй. Шаңырағың шайқалмасын, бұзылмасын. Тапсырма, дұрыс жауап болатын нұсқаларды сәйкестендіріңдер. Енші ұлға беріледі, жасау қызға беріледі, қыз тұрмысқа шығады, ұл отау құрады, үйленеді. Б тапсырмасы, қара шаңырақ тіркесінде қара сөзінің қандай мағынада қолданылғанын анықтаңдар. Осы сөзді төменде көрсетілген әртүрлі мағынасына сөйлем құрап жазыңдар. Қара шаңырақ сөзі қасиетті, қадірлі деген мағынада қолданылып тұр. Қазақ халқы әрқашан қара шаңырақты қадірлі тұтқан, себебі әке тұрған үй қасиетті болып табылады. В тапсырмасы, берілген сөздердің мағынасын түсіндірме сөздікте тауып дәптерлеріңе жазыңдар. Кенже, қазақ отбасындағы ең кіші баланы кенже бала деп атайды. Жасау, қыз баланы ұзатқанда тұрмысқа қажетті заттарын дайындайды, ол жасау деп аталады. Соғым, қыз мезгілінен аман шығу үшін сойылатын мал соғым деп аталады. Енші, ұл балаға беріледі. Ас, адам қайтыс болғанда 1 жыл болғанда ас беріледі. Үндестік заңы, сөздің бастан аяқ біркелкі әуезбен айтылуы үндестік заңы деп аталады. Үндестік заңы буын үндестігі және дыбыс үндестігі болып жіктеледі. Сөз құрамындағы түбір сөз бен қосымшадағы дауысты дыбыстардың бірыңғай жуан не бірыңғай жіңішке болып үндесуі буын үндестігі деп аталады. Сөздің соңғы буыны жуан болса, жалғанатын қосымша да жуан, жіңішке болса, қосымша да жіңішке болады. Қағазға көрпелер. Есте сақтаңдар, басқа тілден енген сөздерде мұғалім, кітап, кино, қазір және біріккен сөздер, әуежай, кемпір қосақ, қос сөздер, ішкі, сырты, жуан, жіңішке дауысты дыбыстар араласып келе береді. Екінші тапсырма, берілген сөздерді кестеге топтастырып жазыңдар. Бірыңғай жуан буынды сөздер: ұрпақ, мұра, батыр, отау, ұя, заман. Бірыңғай жіңішке буынды сөздер: кенже, би, киелі, ірге, қия, иелік, үйсін. Аралас буынды сөздер: мирас, қасиетті, ел жұрт, бата тілек, әдет ғұрып, сый құрмет, мұрагерлік деген сөздер жатады. Үшінші тапсырма, көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қойыңдар және мақал-мәтелдердің мағынасын түсіндіріңдер. Отан отбасынан басталады. Баланың бас ұстазы ата-ана, ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі. Төртінші тапсырма, көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны жалғап, өлеңді мәнерлеп оқыңдар. Ақ кимешек көрінсе. Әже, сен бірге жүрсің меніменен, өліге мен өзіңді телімегем. Ақ кимешек киген бір кемпір көрсем, ақ кимешек астынан сені көрем.
Әппақтығың ұқсайды әрінің де, әжімің де аумайды тәлімің де. Әлемдегі әженің бәрі бір ме? Әже, сен тірі екенсің әлі күнге. Қия өтпейді, ұқсайды ізетің де, ізетсізді бұлар да түзетуде. Бұлар да бар бабасынан алып қалған өз жұртының дәстүрін күзетуде. Әже, сен бірге жүрсің меніменен, өліге мен өзіңді телімегем. Ақ кимешек көрінсе сені көрем, ақ кимешек жоғалса нені көрем. Тапсырма бірге талқылайық. Өлеңдегі дәстүрді күзету деген тіркесті қалай түсінесіңдер? Бірінші, ата-бабадан қалған дәстүрді ұмытпау. Екінші, дәріптеп келешек ұрпаққа жеткізу. Үшінші, қадірін, бағасын білу. Бесінші тапсырма. Нөмірі 13 аудионы тыңдаңыздар. Оқушылар 5 тапсырманы орындау үшін аудионы мұқият тыңдаңыздар. 6 тапсырма. Кім тапқыр? Сөз жұмбақтағы сөздерге сұрақ құрастырыңдар. Бірінші, дауыссыз дыбыстар 3-ке бөлінеді: қатаң, ұяң және қандай. Екінші, дыбыстық топқа жүктелген сөз ағымының шағым жүйесін деп атаймыз. Үшінші, біз дыбысты не істейміз? Төртінші, не мен езудің қатысына қарай дауысты дыбыстар езулік және еріндік болып бөлінеді. Бесінші, сөздің жолға сыймай қалған бөлігін екінші жолға не істейміз? Алтыншы, дауыссыз дыбыстан басталып дауыссыз дыбысқа аяқталатын сөз қандай буын? Жетінші, дауысты дыбыстар тілдің қатысына қарай қалай бөлінеді? Сегізінші, дауыссыз қатаң әріпті көрсет. Жетінші тапсырма. Оқиық, қызық. Жер бетіндегі ерекше тіршілік иелерінің бірі тасбақа. Орта есеппен 200 жылдай өмір сүреді. Тасбақалардың ұзақ жасауының құпиясы ішкі ағзаларына байланысты. Олардың ішкі ағзалары қартайғанда да жастық шағындағыдай жұмыс жасайды екен. Оқушылар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.